тікелей эфирге жиналып отырған қонақтарымыз, біздің тікелей эфирімізге қош келдіңіздер. Тікелей эфирді жүргізетін мен Райхан Жаманқұлова, Бепик компаниясының серіктесі боламын және Тараз қаласының тұрғыны боламын, достар. Бүгінгі тамаша ақпарат Бепик компаниясы жайлы. Бепик компаниясының егері ол Дэн Путнам деген азамат, американдық азамат, және осы тек қана Америкада емес, Европа елдерінде де, және қазіргі таңда осы біздің ТМД елдерінде де өте танымал азамат. Компанияның егері, компанияны құрастырушы, Бепик өзінің 25 этажды ғимараты бар Америкада, және біздің Бепик компаниясының арнайы соғылған өзінің өндірісі бар, біздің өнімдерге арналған. Ол штат Ютада орналасқан, достар. Бүткіл біздің өнімдеріміз сол штат Ютадан шығады, сол өндірістен шығады, және бізге қолымызға қарай жіберетін осы штат Ютадағы өндірісіміз. Бепик компаниясы 2016 жылдың қараша айының 11-інде құрылды. Бепик компаниясы бұл. Бүткіл сертификат, лицензиялары және құжаттары бар. Бепик компаниясының өндірісте бізде медицина қызметкерлері және біздің ғалымдар отыр, Нобель сыйлығын алған ғалымдар отыр, достар. 2017 жылдың 2 айдан кейін 15 қаңтарында әлемдік нарыққа бірақ өнімменен өзін паш етіп көрсеткен компания. Бұл барлықтарыңызға танымал күндізгі тамақ қоспасы Elevate, химиясыз және консервантсыз 100% табиғи өнім. Elevate сізге не береді? Elevate ең бірінші қолданған адам ол күш-қуат сезіне бастайды. Күш-қуат сезіне отыра депрессиядан, стресстен, жүректің қобалжуы, қан қысымының артуынан арылады, достар. Адамды жасартады, микро-макро элементтер бар. Ағза тазаланғаннан кейін, достар, адамның жасы да ұзара бастайды. Көңіл күй сыйлайды. 700-ден астам ауруға өзінің профилактикасын жүргізеді. Құрамында көптеген саңырауқұлақтар бар. Өздеріңізге таныс кардицепс, ганодерма, шиитаке сияқты, радиола розовая дейді. Және де 30 келі жеміс жидектің сублимациялық сығындысы. Ол біздің күнделікті қолданып жүрген алма, шие, брокколи сияқты, қызанақ, қияр сияқты көптеген жеміс жидектер бар, достар. Және де көптеген витаминдер кешені бар екен. А, Б, С, Д, Е, К витаминдері, достар. Сондықтан біздің өнімдердің бәрі ешқандай дәрі емес, ешқандай БАД емес. Бұл жасушалық өнім. Одан кейін компания 1 жылдан кейін бізге тамаша өнімді тағы да ұсынды. Ол түнгі тамақ қоспасы, химиясыз және консервантсыз 100% табиғи өнім. Ол өздеріңізге танымал акселерейт өнімі. 2 түрлі капсуладан тұрады. Біреуі ақ түсті капсуладан, екіншісі күлгін түсті капсула. Құрамында көптеген далада өсіп тұрған шөптердің тамырынан алынған сублимациялық сығынды бар екен. Ол құрамында алоэ вера да, расторопша дейді, сена шөбі бар, бақбақ бар, зімбір бар, тағы да көптеген топинамбур бар екен, достар. Осындай көптеген жеміс жидектің сығындысы, және де витаминдер кешені, микро-макро элементтер. Достар, ақ түсті капсуламыз, бұл екеуі бізді таңертеңге дайындайды. Ақ түсті капсуламыз бұл түнде біз ұйықтап жатқан кезімізде ұйқымызды тыныштандырады. Қан қысымы артуы, төмендеуі, қанттың артуы, төмендеуі, солардың бәрін нормаға келтіреді. Есте сақтау қабілетін нормаға келтіреді, достар. Есту қабілетіміз жөнделеді, достар. Енді күлгін түсті капсуламыз болса, құрамында пробиотик, пребиотик, энзим бар, достар. Ол біздің ағзамызға керек тірі микроорганизмдер. Ағзадағы шлактар бар, токсиндер бар, көптеген ауыр металдарға шейін бар. Солардың бәрін қоршап алып, таңертең қиналмай жұмсақ дәретпенен сыртқа қарай шығарып жіберетін осы 2 түсті капсуламыз акселерейт өнімі деп аталынады.
Одан кейін компания бізге өте тамаша өнімді де ұсынды. Бұл өнімдерді ғажайып өнім, ақылды өнім деп жатқаннан кейін бұл өнімдерді біз суды көбірек те ішу керекпіз. Құрамында өйткені көптеген микро-макро элементтер бар. Сондықтан компания бізге бұл өнімді де ұсынып қойды. Ол хайдрейт өнімі. Хайдрейт бұл сілтілі суға арналған диеталық қоспа екен, достар. Ағзада көптеген қазіргі таңда құрамында иондық кальций бар, магний бар, көптеген иондар бар, сондықтан көп мөлшерде бар болғаннан кейін хайдрейт өнімі біздің ағзамызда қышқыл 7-5-ке дейін нормаға келу үшін 7-5-ке дейін болу керек. Хайдрейт өніміменен біздің қышқылымыз нормаға келтіреді. Сондықтан әрбір қолданған адам қалпағы 4 литр суға арналған, әрбір қолданған адам біздің ағзамызға көптеген микро-макро элементтер барады, адамды табиғи формаға келтіреді, және иондық кальциймен біздің ағзамызды қамтамасыз етеді, және біздің ағзамыздағы шлактарды өзі сыртқа қарай шығаратын осы біздің иондық кальций бар хайдрейт өнімі екен. Енді көптеріңіз білесіздер, қазіргі таңда жасарып жатқан аурулардың бірі ол жүрек ауруы, иә. Сондықтан компания бізде бір орында тұрған жоқ, ол өнімді де ұсынып қойды. Ол бикардио өнімі, достар. Қаптамада, көптеген қаптамада тұрады, сондықтан мына қараңыздар. Бұл бикардио өнімі, бұл да адамға күш қуат береді. Қан қысымының төмендеуі, артуы, қанттың төмендеуі, артуы, солардың бәрін нормаға келтіреді. Жүректің қобалжуын нормаға келтіреді, достар. Азот оксидін күшейтеді, қан тамырларының жұмыс істеу әрекетін күшейтеді, қанды сұйылтады, тромбтармен болмауын қадағалайды, және қан тамырларын кеңейтеді. Және біздің бұл бикардио өнімі әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Ересектерге ғана емес, біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің де қолдануына болады. Өйткені қазіргі таңда біздің кішкентай бүлдіршіндеріміздің арасында да қант диабетімен ауыратын балаларымыз бар. Сондықтан әрбір отбасына керек, ересектерден кішкентай біздің бүлдіршіндерімізге дейін керек бикардио өнімі әрбір адамға керек екен. Сондықтан әрбір отбасында болу керек деп есептейміз, достар. Одан кейін, достар, қазіргі таңда бізге өте тамаша өнім компания бізге ұсынды. Ол қазіргі таңда Great Greens деген өнім. Great Greens өнімі бұл бізге өте танымал. Қазіргі таңда шыққанына көп уақыт болмаса да, ол бізге өте танымал өнім болып тұр қазіргі таңда. Сондықтан Great Greens өнімі де бұл да қан қысымының артуын, төмендеуін, және қанттың артуын, төмендеуін, ол да нормаға келтіріп тұрады. Онкологияға онкопротектор деп аталынады. Бауырды тазалайды, өтті тазалайды, достар. Біздің бүткіл ағзамыздағы шлактармен, токсиндермен күресетін өнім деп айтылады. Сондықтан қазіргі таңда бұл өнім өте сұраныста, сондықтан бикардио өнімін әрбір адам қолдану керек деп есептейміз, достар. Енді өздеріңіз білесіздер, осыдан 3-4 жыл бұрын бізде әлемдік пандемия басталды, иә. Сондықтан әлемдік пандемия басталған кезде компания бізге ол өнімді де атынан көрініп тұрғандай иммун өнім, иммуномодуляциялық сусын иммун өнімінде бізге тарту етті. Бұл иммун өнімі атынан көрініп тұрғандай, бұл яғни біздің иммунитетімізді өте жоғары деңгейде көтереді екен. Вирустармен күреседі, онкологиялық аурулар болса, олармен де күреседі, достар. Ағзаны тазалайды, қан қысымының болмауын, қанттың артпауын бұл да қадағалайды екен. Сондықтан иммун өнімі бұл кішкентай ғана ыдыста өзінің өлшейтін қасығы бар, достар. Сондықтан осы өнім әрбір отбасында болу керек деп есептейміз. Иммунитеттеріңіз өте жоғары деңгейде көтеріледі, достар. Одан кейін бізде көптеген өнімдер бар, достар. Қазіргі таңда біздің косметика жағы да бар, және буынымыздың сырқырауына арналған өте Regenerate деген өніміміз бар. Мына суреттен көріп отырсыздар, бетке және теріге арналған сары суымыз бар. Бетті жалтыратады, бетті ағартады, қара дақтармен күреседі, ұсақ әжімдермен, бертін келе үлкен әжімдермен күреседі. Жасөспірімдерде беттерінде безеу бар болса, безеудің орнындағы тыртықтар, яғни акне болса,
болса, псориаз, экзема болса, осындай аурулармен де күреседі достар. Осылардың болдырмауын, осылардың тазалауына алып келеді. Басқа компаниялардың 15-16 банкысын бір өзі ғана атқарады. Годжи жидектерінің жасушаларынан арналған редживенейт өнімі достар. Және біздің өнімдердің бәрі табиғи формаға келтіреді, және де онкопротекторлар. Және де салмақты қазір диета ұстап, салмақты түсіре алмай жүрген кісілер болса, ондай біздің кісілерге де өте тамаша өнімдер бар. Буындарымызға да арналған өнімдер бар. Табиғи формаға келтіруге және салмақты тастауға өнімдер өте көп екен достар. Сондықтан міне осы Биэпик компаниясының жасушалық өнімдерін қай қайсысы болса да 100% жұмыс істейтін өнімдер достар. Ал енді осы біздің өнімдерді қолдана отыра көптеген біздің серіктестер нәтижелер алуда. Бір YouTube каналын қарайтын болсаңыздар, достар, миллиондаған жақсы нәтижелер бар. Өздеріңіздің қалаған дерттеріңізді алып, мысалы қан қысымының артуы деп Биэпик деп алсаңыздар, көптеген нәтижелер шыға келеді екен. Одан басқа әлеуметтік желілер бар. Өте көп әлеуметтік желілерде бізде нәтижелер өте көп. Сондықтан әрбір адам, бізде осы өнімдерді қолданған адамдар өздерінің нәтижелерін алып жатыр. Ал енді мен сіздерге тек қана әлеуметтік желіде ғана емес, біздің серіктестердің де алып жатқан нәтижелері бар. Сондықтан мен қазір өздеріңіздің орталарыңызға біздің жаңадан келген серіктесті шақырғым келіп отыр. Ол сіздер білесіздер ма, біздің Қазақстаннан ғана емес, ол басқа шет мемлекетінен, ол Франциядан. Біздің серіктесіміз Айгүл Есіркепова. Айгүл жаңадан ғана келсе де өте тамаша отбасыменен тамаша нәтиже алып жатыр, және де табыс көзі де оның артып жатыр. Сондықтан Айгүл, микрофонды ала қойсаңыз, Қазақстаннан Францияға сәлем. Айгүл, микрофон сізде, құлағымыз сізде. Так, қостым ғой деймін, Аха, қостың Айгүл, аха. Қайырлы кеш жерлестер. Өте қуаныштымын. Бұл өзімді таныстырып өтсейін, хотя мен таныстырды қазір. Мен есімім Айгүл Есіркепова. Бұл компанияға келгеніме Құдай қаласа 2 ай болады. Осы февраль айының басында мен өзім туған ағам маған ақпарат берді. Сөйтіп осы өнімдер жайлы таныстырды. Мен бірден YouTube-ға кірдім, Google-ға кірдім, жан-жақтан біраз нелер алдым, ақпарат алдым да. Жоқ, маған бұл өнім керек. Мен бір өнім біз жанымыздан ішіп отыруымыз керек қазіргі заманда. Өйткені күнделікті стресс, переживание қазір деген өмір жылдам, жаңағы қалай айтсам болады, өмірдің ағымына тез үлгеріп отыруымыз керек бізде. Сондықтан бізге тағы да бір жанынан бір күш керек. Сондықтан бұл өнімдерді оқыған кезде ең бастапқы мені бір айтады ғой, зацепила дейді ғой, мені бір тартқан нәрсесі бұл капсула. Өйткені басқа компанияларда көбінесе жаңағы банкалар, ауыр витаминдер, бір ғана капсуланы таңертең ішіп ал да, кете бер, сумочкаңа салып ал. Егер бір жол жүріп баратсаң, көп жаңағы путешествие дейді ғой, сапар жасайтын адамдарға өте керемет, сумочкасына түнгі капсуласын, күндізгі капсуласын салып алады да, сол бізге қаншалықты не береді? Бойымызға энергия береді, ағзамызды, қалай айтсам болады, тамақта қанықтырады. Сол ең бірінші мені тартқан сол болды. Сосын мені бірден Zoom неге кіргізді де, осы компанияның как раз 28 февральда компанияның вице-президенті, сонда осы компанияға өнімдерді шығарып жатқан врачпен кездесу болды. Сонымен менің бір не қылғаным, маған қатты әсер еткені, сол кісілермен жай ғана Zoom арқылы біз тікелей хабарласа аламыз, сұрақтарымызды қоя аламыз. Қандай керемет, көп компанияларда біз көрмейміз ол кісілерді. Тек қана суреттерінен көріп,
қана мәз болып, олар жайлы тек қана ақпарат естиміз да қоямыз. Мына жерде тікелей біз хабарласа аламыз. Бұл енді компания жайлы не қылатын, қалай айтсам болады, компания жайлы ақпарат, иә, нені қандай жағынан тартқаны. Біріншісі жаңа капсула. Сосын мен білмеймін, енді біреулер айтады, Айгуль, у тебя внушение, ты там вообразила дейді. Білмеймін, бірақ мен кейінгі кездерде шетелде оңай емес, өйткені өзге тіл, өзге мемлекет, ол жерге сіңу, коллективке сіңу, көптеген административтік жұмыстар барлығы шет тілінде, оның барлығы сізге айтайын, миға өте нагрузка, және күнделікті біз тілді үйреніп отырамыз, оны арттырып отыруымыз керек, сондықтан қаншама энергия кетеді. Мен бір ғана капсуланы алған бойда, бір капсуланы алдым да, ішіп, азында жұмысқа кеттім. Сол сіздер айтқандай, мен түске дейін ешқандай маған тамаққа деген менің тәбетім артқан жоқ. Күшім деген бойында болды. Сосын мен паузаға келген кезде үнемі паузада 1 сағаттық паузам бар, сонда мен жарты сағат мызғып алу деген менде әдетке айналған. Соны үйге келемін да, енді ұйықтап алам ғой десем, жоқ, ваннаға түскім келді. Ол енді бір ерекше жағдай, мен негізі кешке ваннаға түсемін, мен түсте ваннаға түсіп алдым. Одан шықтым да, мен енді демалуым керек деген бір тартып тұр, өйткені әдет қой, ол әдеттен арылу да оңай емес. Бірақ мен маникюр жасағым келді де, бірден тырнағыма маникюр жасай бастадым. Сол кезде маған не келді? Бұл қаяқтан келген күш, мүмкін емес, Айгүл, негізі 30 минут мызғып алу керек. Бұл деген, реально капсула работает дедім. Сол бірінші күні. Енді сіздер сенесіздер, сенбейсіздер, мен сол күннен бастап менде былай айтқан кезде ұйықтау, демалу деген мүмкіндік жоқ, өйткені мен капсула ішіп жатырмын, менің бойымда өте бір үлкен күш бар, мен соны сезініп отырмын. Может, мен чувствительный адам ба, может, мен организмім сондай ма, білмедім. Бірақ это реально, что это Elevate. И это ночные капсулы. Сосын тағы не байқадым бойымнан, менің ешқашан телефонмен, адаммен сөйлесуге құмарлығым жоқ еді, өйткені менде ешқашан күш жоқ, энергия жоқ. Маған адамдар голосовой жіберіп жатса, мен жазып жатам. Жазып қана не қылам, соған ғана күшім бар, сөйлеуге менің ешқандай нем жоқ, күшім жоқ. Мен қалай осы капсуланы іше бастадым, содан мен тек қана біреулер маған жазып, телефонмен хабарласа, мен бірден звондаймын, болмаса мен голосовой жіберемін. Бұл енді, білмеймін, енді хронический аурулар деп, хронический проблемалар деп айтатын менде проблема жоқ, өйткені мен үнемі бір витаминдар алып ішіп жүремін, денсаулығыма өзім негізі жақсы қараймын, дұрыс тамақтануға тырысамын, сондықтан және мен Қазақстанда тұрған кезде Тибет медицинасымен айналыстым, сондықтан мен биодобавкалар не екенін білемін, жақсы оқып, зерттеп, соның саласында мен жақсы, қалай айтсам болады, жұмыстар жасадым, және өзімнің бойымда көптеген хронический проблемалардан арылдым. Енді мына капсула маған, это, как говорится, в нужный момент, нужное время дейді ғой, сол кезде келген нәрсе болды. Енді бірінші айда мен 2-2 жасадым, осы айда да смогла 2-2 жасадым, және менің бір партнерым екінші рет не жасады, заказ берді, это тоже, я думаю, достижение, но маған қазір жүгіру емес, менің байқағаным, көп білім алу керек. Маған Ғалия Серғазина, біздің лидеріміз айтқандай, Айгуля, пропитай себя деді, сол сөз маған қатты өтті. Яғни асығудың да керек жоқ екен, бизнес жасайым, қалай айтсам болады, бизнес неге бірден бола қалмайды, не емес, біз өзіміз ең алдымен продукцияны жақсылап ішіп бойымызды қанықтырып, екіншіден ақпаратпен жақсы өзімізді қанықтыруымыз керек екен. Ал енді қалған жағдай бәрі болады, өйткені это велосипед не надо производить дейді ғой, уже встроено, бизнес есть, она работает, просто нужно крутить педали. Тамаша.
Тамаша Айгүл, міне көрдіңіздер ме? Және Жаңадан және лидерларыма, тәлімгерлеріме өте үлкен рахметімді айтқым келеді. Реально Райхан сізге үлкен алғысымды айтқым келеді, өйткені 24 сіздің доступностіңіз, это супер. Нужно это повторить за вами. Да. Рахмет Айгүл. Міне көрдіңіздер ма? Тамаша результат. Айгүл қазір отбасыменен қазір нәтиже алуда. Айгүлдің қызы да тоже Францияда тұрады, мамасы да Францияда тұрады. Барлықтарың нәтиже алып жатсыңдар, иә Айгүл? Сондықтан міне достар, және де келесі алған айда Айгүлде көп сұрақтар болды. Мен сол сұрақ қойғандарды жақсы көрем. Өте тамаша сұрақтар, прям адамға жағымды, керекті сұрақ. Не болса соны сұрап жатқан жоқ. Керекті мәліметтерді, сұрақтарды сұрап жатты. Енді барлығына жауап беруге тырыстық. Айгүл, қазір өзіңнің командаңда тек қана Қазақстаннан емес шетелден келіп жатыр, иә? Басқа Африка деп жатсың, қазір Германия дедің, Ресей дедің де, Тәжікстан дедің. Мен естігенім сондай біздің Астанадан да өзіңнің серіктестерің бар. Сондықтан саған мен әлемдік команда тілеймін. Ойлаған арман мақсаттарың орындалсын демекпін, қадамыңа гүл бітсін демекпін. Сондықтан саған үлкен табыстар, жақсылық тілеймін Айгүл. Рахмет саған. Бір деген уақытта өзіңнің көшбасшылық миссияңды, кезінде болған көшбасшылық миссияңды қазір орындадың. Бір дегенде Айгүл осындай өзіңнің нәтижеңмен бөлісесің ба деп едім. Иә, жарайды деп бірден келісті Айгүл. Рахмет саған, өте көп рахмет. Міне достар, ал енді біздің келесі нәтижемен бөлісетін біздің өзіміздің тағы да серіктесіміз бар. Ең бірінші рет шығып отыр. Ол да жаңадан келді десек те болады. Еңбегі жаңадан басталды, бұрыннан білетін болса да. Ол біздің Астана қаласының тұрғыны Анар Маменова. Енді Анар бүгін бірінші рет эфирге ол да шығып отыр Айгүлменен. Сондықтан Анар, микрофонды ала қойсаңыз, қолыңызды көтеріп қойсаңыз, және микрофонды ала қойсаңыз. Анар, микрофон сізде. Болды ма? Естіліп тұрмын ба? Жақсы естіліп тұр, Анар. Аха, саламатсыздар ма, кеш жарық серіктестер, қалдарыңыз қалай? Ораза қабыл болсын. Оразадан оразаға жете берейік. Енді мен айтатын болсам, бұл өніммен 18 жылдан бері таныспын. Өйткені денсаулығыма келдім. Осы Алла қаласа биыл 1 майда маған 6 жыл болады екен. Осы өнімді ішіп жатқаныма. Сол 18 жылдан бері әлі бір күнде үзген жоқпын. Оған себеп Мархабат ханым, менің қазіргі наставнигім. Сол кісі маған көмектесіп отырды алып басында. Содан осы биыл ноябрьден бастап, енді мен де бизнес жасап көрейін дедім. Сонымен ақырын осы январдан бастап қолға алдым ғой. Сол енді мен нәтижелермен бөлісетін болсам, менде ең алдымен бірінші давление болды менде. 2005 жылы пайда болды. 230-ға дейін көтерілетін давлением. Анемия, ангина хронический, бауырым ауыратын, оның бәрі сары аурудан қалған. 18 жасымда мен сары аурумен ауырдым. Содан бауырымда қалған ғой жаңағы. Сол естіп давлениедан болып жүріп, жүрегімнен инфаркт алдым. Стенд қойылды жүрегіме. Содан 18 жыл осы өнімді қалай таныстым. Сол айтып жатырмын ғой, ішіп жүрдім деп. Одан кейін акселерді шыққан кезде осы акселерді іше бастадым. Кейіннен бірыңғай осы елефті ішіп жүрдім. Қазір Құдайға шүкір, денсаулығым жақсы. Ешқандай ештеңе жоқ. Менде еще бір аллергия болды. Ондай аллергия ешкімде жоқ шығар, енді бір ерекше бір аллергия болды. 50 метр, 100 метр жүре алмайтын жағдайда болатынмын. Біраз жүрсем денем қызиды, көпшіліктің ортасында отыра алмаймын. Жаңағы бір қонаққа барғанда билеу дегенді мүлдем білмейміз. Өйткені денем қызса, қызарып, жаңағындай сондай состояниеде болатынмын. Соның бәрінен құтылдым, Құдайға шүкір. Қазір міне осы елефтің арқасында жақсы нелер көріп жатырмын, результаттар. Қазір ешқандай мені мазаламайды. Сонда да осы өнімді жақсы көрем, ғашықпын осы елефқа өзім. Осында әлі күнге дейін ішіп жүрмін. Сіздерге де осы өнімді тастамаңыздар, денсаулық берсін. Осылай ішіп жүріңіздер енді. Анар, өте көп рахмет. Қазір біздің Анар TikTok желісінде өте қазір тамаша эфир жүргізеді.
TikTok желісінен, сондықтан ұдайы Анарды көріп отырам. Жазылып алыңыздар Анарға да. Бірге стрим жүргізсеңіздер болады. Анардың қазір өзі табыс көзінде көріп жатсың, Анар. Сондықтан қазір осы айда қойған өзіңнің бір алдыға қойған бір мақсатың бар. Осы наурыз айында. Сондықтан сол арман мақсаттарыңа жете беруге тілектеспін. Айта қоясың ғой деймін, өзіңнің табысыңды. Екі жауып жатырмыз. Шүкір, енді ақырын сол айтып жүрмін ғой, тек қана мен вообще бизнес жасамаймын деген адаммын ғой. Бизнес жасамаймын деп жүрдім. Бірақ осы бизнесқа бәрібір келдім. Сол, Алла қаласа. Рахмет сіздерге. Рахмет айтайын деген Райхан ханым, сізге, вы настоящий наставнигімсіз ғой. И Мархабат ханымға осынша жыл менімен бірге болып, осы өнімді маған алысып, осылай көмегін көрсетіп жүрген осы Мархабат ханымға мен өте алғысымды айтқым келеді сіздердің алдарыңызда. Сондай керемет жан, өзім жақсы көремін сіздердің барларыңызды. Мен осы жерде отырған 18 жылдан бері осы жерде жүрген қыздардың, жігіттердің бәрін білемін. Енді қатты былай таныс болмасам да, сол 18 жылдан бері келе жатқан қыздардың, жігіттердің бәрін осы жерде отырған бәрін білемін. Сондықтан барларыңызға тек қана жақсылық болсын, ауырмаңыздар. Сол осындай жақсы күндерде кездесе берейік. Тамаша, Мархабат. Команда үлкейіп жатыр. Қазір күннен күнге ақырындап үлкейіп жатыр. Сондықтан мен де сізге тілейтінім, алдыға қойған арман, мақсаттарыңыз бар, соның бәріне жете беруге тілектеспін. Командаңыз үлкейсін, әлемдік команда болуына тілектеспін. Міне достар, көрдіңіздер ма, осындай бізде өте тамаша нәтижелер бар. Нәтижелер өте көп. Барлық адам біздің өнімдерді қолданған әрбір адам керемет нәтижелер алып жатыр. Сондықтан достар, жан-жақтарыңызға айтып отырсаңыздар, күнде біз сияқты алғыс естіп отыратын боласыздар. Міне біздің осындай тамаша нәтижелеріміз бар. Ал Биэпик компаниясы тек қана біздің өнімдерді ғана шығарып қойған жоқ, достар. Тамаша өзінің табыс көзінде бізге көрсетіп қойды. Осы жерде әрбір келген адам бірінші келген күннен бастап табыс көзіне ие бола алады. Бүгінгі күні ең ақшалы маркетинг жоспары бар компанияда. Жаңадан келген серіктестер өте тамаша табыс көзіне жете алады екен, достар. Мұны көріп отырсыздар, Сондықтан басқа компанияларға қараған уақытта бұл 15 есе көп табыс көзін табуға болады, достар. Ал көшбасшылар болса 5 есе, 10 есе көбірек табыс көзіне ие бола алады. Одан да көп табуға болады. Ал лайфстайл бонус дейді, өмірлік бонусымыз бар. Ол басқа компанияларға қараған уақытта ең жомарт бонус және ең ақшалы маркетинг табыс көзі екен. Сондықтан міне сіздер маркетингке мұқият қарап отырсаңыздар, достар, міне сіздерді маркетинг жоспарымен де таныстырамыз. Мен сіздерге компания өзінің табысынан емес, компания бүткіл товарообороттан сіздерге 80%-дай қайтарып бере алады. Әрбір еңбек еткен адамға. Сондықтан міне қараңыздар, достар. Ең бірінші табыс көзіміз ол 34-37%. 8 түрлі табыс көзі бар. 34-37% табыс көзі бар. Сондықтан ең бірінші табыс көзіміз $35. Бүгінгі таңда теңгеге шаққан уақытта 16.000 теңге. Сіз келдіңіз, өнімге тапсырыс бердіңіз. Біздің өнімдер, айтпақшыдай, достар, тікелей заводтан аламыз, интернет арқылы заводтан аламыз. Өндірісімізден ешқандай ортада делдал жоқ. Делдал болмағаннан кейін, достар, бізде жалған өнім болмайды ешқашанда. Сондықтан ең бірінші тапсырысыңызды бердіңіз. Әрбір шақырылған адамыңыздан, ол классика деп аталынады, $35 компания сізге төлемақы төлейді. Енді мына өмірлік бонустың ең басын көрсете кетейін сіздерге. Сіз келдіңіз, 2 танысыңызды шақырдыңыз. 2 танысыңыздан компания $35-дан $70 төледі сізге. Яғни теңгемен шаққан уақытта 30-32 мың теңге. Ал енді соларды үйрететін болсақ, достар, әрбір 2 адамыңызды, оларды 2 адамнан шақырып үйрететін болсақ, компания келесі айдың 15-інде сізге $100 тағы да төлейді. Алдындағы $70 мен бірге $170 теңгемен шаққан уақытта 80-85 мың теңге, достар.
небәрі 2 адам шақырып соларды үйреттік. Ал енді достар, лайфстайл бонустың екінші түрі бар, ол 3-3 схемасы достар. Сіз келдіңіз, 3 адам өзіңіздің танысыңызды шақырдыңыз, $35-дан $105, яғни 50-51 мың теңге табыс көзіне ие болдыңыз, компания төлейді. Ал енді 3 адамды солай дәл өзіңізде 3 адамнан шақырып үйретсеңіз, компания сізге тағы да $300 төлейді. Бірге алдындағы $105 мен $405 теңгемен шаққан уақытта 200 мың теңге. Ал енді 4-4 деген бонусымыз бар достар. 4 адам шақырсақ, 4 танысымызды, не бәрі 4 адам. Компания $35-дан $140 төлейді, яғни 64-65 мың теңге. Ал енді осы 4 адамымызды дәл өзіміз сияқты үйрететін болсақ, олар да 4 адамнан шақыратын болса, компания сізге осындай схема, осындай команда құрғаныңыз үшін компания $500 төлейді тағда. Алдындағы $140 мен $640 теңгемен шаққан уақытта 310 мың теңге. Лайфстайл бонустың өте тамаша тағы да бір бөлігі бар, ол 5-5 деп аталынады. Яғни сіз өзіңіздің 5 адамыңызды, танысыңызды 5 адамға ақпарат айтып, оларды компанияға шақырдыңыз. 5 адамнан компания сізге $35-дан $175 төледі, яғни 80-85 мың теңге. Және оларды бәріміз үйреттік, олар да 5 адамнан шақырған кезде, келесі айдың 15-інде компания сізге тағы да $700 төлейді. Алдындағы $175 пен $875 теңгемен шаққан уақытта 410-430 мың теңге. Міне достар, енді осы кісілер қайтадан келесі айда тапсырыс берген кезде сіздер $100, $300, $500, $700 теңгеге ие боласыздар. Ал енді компанияның тағы да бір маркетинг жоспары бар, бізге тағы да табыс көзін көрсетті. Ол сіз небәрі 2 адам шақырып отырып, үлкен табыс көзіне $57 мың жете аласыз. 2 адам шақырып, 2 танысыңызды шақырып, соларды үйретесіз. Сол командамен ғана жұмыс істейсіз. Міне схеманы қарасаңыз, 1-ден 12-ге шейін бөліп қойған достар. Міне бірінші айда $71 2 адамыңыздан. Екінші айда соларды үйреттік. $121 болды сіздің табыс көзіңіз үлкейді. Үшінші айда $150 болды. Төртінші, бесінші, алтыншы айды қараңызшы, міне $775 болды. Сол 2 адамнан шыққан командамен оларды да үйреттік. 8-ші айда 3600, 10-ші айда 14400, 11-ші айда компания сізге 28750 бір айда төледі. Ал 12-ші айда сіздің табыс көзіңіз $57 мың болды. Яғни қазіргі таңда теңгемен шаққан уақытта 25-26 миллион сіздің бір айлық табыс көзіңіз достар. Небәрі 2 адам шақыра отыра, осындай үлкен табыс көзін қайталап айта ала беруіңізге болады. Ол үшін сіз осы 2 адамменен адамдарыңызбен жұмыс істеу керекпіз. Барлығымыз жабылып жұмыс істейміз. Сондықтан достар, міне осындай бізде тамаша өнімдер бар. Тамаша ақпараттарымыз, табыс көзіміз бар. Сондықтан мен сіздерге осындай ақпаратты үйрену үшін әрбір аптада дүйсенбі күні, сәрсенбі күні аптасына 3 рет мен сіздерді Zoom желісіне шақырамын. Zoom желісінен көптеген ақпараттар аласыздар. Орыс тілінде болсын, қазақ тілінде болсын, бізде тренингтер де өтіп жатады. Сондықтан мен осы ақпаратымды аяқтай отыра, өзіміздің жоғары жақтағы барлығымыздың тәлімгеріміз Ғалия Серғазина компанияның 2 дүркін көгілдір даймонд дәрежесіндегі серіктесі, біздің көшбасшымыз, тәлімгеріміз осындай бізге тамаша система құрып берді. Ал система қатысқан адам жетістікке жетпей қоймайды. Сондықтан мен өзімнің ақпаратымды аяқтай отыра, барлықтарыңызға айтқым келетіні мына Генри Фордтың сөзі. Бәріміз жиналғанда ол бастама болады екен достар. Бәріміз жиналғанда. Ал бірге болу ол прогресс. Ал бірге жұмыс жасау ол біздің табыс. Әрбір табыс және сәттілік. Сондықтан келесі микрофонды мен сіздерге сіздердің алдарыңызға біздің үлкен көшбасшыны шақырғым келеді. Әскери дәрігеріміз, BP компаниясының даймонд дәрежесіндегі серіктесі, хирург, біздің сүйікті дәрігеріміз Айболат Құспанов. Өте тамаша ақпаратпен бөліседі, достар. Сол кісіні шақырамыз. Айболат, микрофон сізде. Рахмет, Райхан. Кеш жарық құрметті достар.
отандастар, мына жерге келіп жатқан, жаңадан келіп жатқан қонақтар. Ал енді мен сіздерге басқа өнім туралы айтқым келеді. Бұл өнімнің аты EcoFuel Tabs. Бұл не өнім? Ол автокөліктерге арналған өнім. Негізі компания неше түрлі өнімдер шығарып жатыр. Қазірде мына өнім шыққалы көп уақыт өткен жоқ, бірақ мына өнім қазір фурор жасап жатыр. Бүкіл әлем бойынша басқа мемлекеттер осыны пайдаланып, табыс көзін көріп, қандай пайдаларын соның бәрін айта кетердің алдында, достар, сіздерге мына бірнеше сұрақ қойғым келеді. Сол сұрақтарды жазып алыңыз, сол сұрақтарды сіздер де басқа адамдарға қоясыз. Негізі осы сұрақтан басталады. 100 литр бензин сыйлыққа алғыңыз келе ма деп мен сұраған кезде, әрине, иә келеді, ол не? Қалай алуға болады деп сұрайды. Екінші сұрақ, әрбір жанармайдың 5-ші багын тегін құйғыңыз келе ма деп, сөйтіп те мен сұраймын. Сол кезде, иә, әрине келеді. Қай заправка болса да, бүкіл әлем бойынша қай жерде болсаң да, 5-ші бакты тегін құйып жүресің деп айтамын. Иә, ол не деп сұрайды. Сондықтан осындай сұрақтарды жауап берсеңіз, көп адамдар сұрап жатады. Бұл не? Бұл осындай Америкада жаңадан шыққан өнім деп айтады. Ол не өнім? Ол өнімді шығарған атақты компания. Бірінші орын алатын компания Pro One Америкада. Оның серіктестері компания Shell, ExxonMobil, Chevron Oil деген сондай атақты компаниялар бәрі серіктестер. Осы өнімді 12 жыл ғылымдар зерттеген, бүкіл автокөліктермен тексерген. Бұл не береді? Ол үнемдеу береді бірінші. Екіншіден, мына зиян түтін шығады ғой автокөліктен. Сол экологияны бұзбау үшін шығарған. Үшінші тапсырмасы шығарған адамдардың. Мына автокөліктің ресурсын ұзарту, автокөлік көбірек жұмыс істесін, сынбасын деп шығарған өнім. Ал енді сол өнім туралы айтардың алдында тағы да мен мына жүргізушілерге сұрақ қоямын. Сен білесің бе? Сен өз ақшаңа автокөлікке полный бак құясың, түгелдей 100 литр, мысалы 100 литр бакты алайық. 100 литр бактыға өз ақшаңа құясың. Ал соның 25%-ын далаға лақтырып жатқаныңды білесің бе деп сұраған кезде көбісі білмейді. Сондықтан осындай сұрақтарды қоя жатарсыңдар. Ол неліктен жанбайды? Неліктен ол 25 литр жанбай кетеді далаға? Ол негізі далаға кететін 25% ол молекула, жанбай кеткен молекула. Мысалы 100 литрдің ішінде 25 литр үлкен молекуладан тұрады. Углеводород дейді. Мысалы бензин болсын, дизель болсын, газовый топливо болсын, оның бәрі молекуладан тұрады. Соның 25%-ы жанып үлгермейді екен. Ондай двигатель әлі шығарған жоқ. Бәрі түгелдей жанып кететін. Сондықтан 25% үлкен молекула жанбай далаға кеткесін. Сіз мысалы біріншіден өз ақшаңды далаға тастап жатқандай боласыз. Екіншіден, енді жанбай кеткен жанармай не істейді? Түтін дейді, мына экологияны бұзады. Мысалы мен өзім Алматының тұрғынымын. Міне көріп тұрсыз мына суретте. Көк түтін. Ол неден? Ол автокөліктерден. 90% автокөліктерден мына ақпарат беріп жатады ғой, информация береді. Сонда 90% автокөліктерден осындай түтін болады екен. Мына жанбай кеткен жанармайымыз бактегі. Сол 25% осындай көк түтін жасайды екен. Ол енді зиян бәрімізге, адамдарға, біздің балдарымызға, болашағымызға, ұрпақтарымызға. Сондықтан осы өнім біздің қолымызда, достар. Бұл өнім не істейді? Бұл өнім қалай жұмыс істейді? Сіз осы өнімді, ішінде таблетка бар, таблетка. Ол не істейді? Ол мына жаңағы үлкен молекулалар, жанбай кететін молекуланы мыңдаған кішкентай бөлшектерге бөліп тастайды. Сол кезде ол бәрі де жанып кететін болады.
Сол кезде ойлап қараңызшы, сіз автокөліктің бактағы бензиннің бәрі жанып кетсе, қандай пайдасы бар? Біріншіден, экологияны бұзбайсыз. Екіншіден, үнемдеу көресіз. 25%-ды сіз далаға лақтырмайсыз. Өз ақшаңызды сіз сақтап қаласыз деген сөз. Ал үшінші пайдасы, мына жерде құрамдары бар, двигательдің құрамдары, ол мына қарайып кетеді. Неден қарайып кетеді? Жаңағы жанбай кеткен жанармайдан. Мына двигательдің неше түрлі құрамдары көріп тұрсыз, бітеліп қалады. Форсунка дейміз, клапан дейміз, поршень дейміз, свечи зажигания, бәрі де осындай қап-қара күйе болып жағылып қалады. Ал енді осы өнімді пайдаланған жүргізушілер байқап жатыр. Мына үнемдеу көріп жатырмын дейді. Ал қандай үнемдеу? Мына суреттен көрсеңіз, үлкен автокөліктер, автобустар жылына 2,5 миллионға шейін үнемдеу көре алады. Үлкен фуралар 8,5 миллионға шейін жылына үнемдеу көре алады. Ал енді біз әрқайсымыз семья отбасында бір немесе 2-3 автокөліктер бар. Соның бәрінен үнемдеу көре аласыз ба? Әрине, айына 30 мыңға шейін үнемдеу көріп отырасыз. 5-ші бакты тегін құйып отырасыз. Әр бактан сіз 100 литровый бактан 25 литр сақтап қалсаңыз, екінші, үшінші, төртінші бактан 25 литрден үнемдеу көріп жатсаңыз, 5-ші бакты енді тегін құясыз. Міне сұрақтарға жауабым. Ал енді қолымдағы мынандай пакет, бізде осындай пакетте 5 тал таблетка болады. Бір талы. Мынаның ішінде 100 литрге арналған. Ал енді 5 талы 5 бакқа арналған. Бір бактан сіз 25 литр үнемдеу көріп отырасыз, 100 литровый бактан. Енді 5 бактан 125 литр шейін пайда көріп жатасыз. Сондықтан мінекей, 100 литр бензин сыйлыққа алғыңыз келе ма деген сол сұраққа тағы да бір жауап. Ал енді үшінші, кейбір адамдар сұрайды, бұл мына двигательге зиян болмай ма? Мен жаңадан сатып алғам автокөлігім, бірақ бензин нашар қазір, өте жаман бензин. Сонда құйып жатамыз. Мына өнімнен зиян бола ма дейді. Енді мына өнім сіздің жаман бензин құйғаныңызды, мысалы 92 бензин құйсаңыз, мына өнім сіздің бензинді 95 немесе 98 етіп жасайды. Қалай жасайды? Жаңағы үлкен бөлшектерді бөліп тастаса, бензиннің бәрі жанып кетсе, үнемдеу көресіз. Оның бәрі күйе болып жағылмайды, көк түтін болып далаға шықпайды. Ал присадка емес. Кейбіреу сұрайды, но присадка ма дейді. Ол присадка деген нәрсе өте зиян двигательге. Ол неге зиян? Ол октановый веществоны көтереді. Ал енді октан көтерсе, жаңағы температура көтеріледі, температура горения дейді. Сол кезде температура көтерілген кезде двигатель қайнай бастады. Двигательдің ішінде май қоямыз ғой, май. Сол май қайнай бастайды. Енді мына жерде көбісі әйел адамдар отырады. Олар, сіздер түсінесіз ғой, мына қазанға май құйып жағып қойыңызшы, ол жана бастайды, түтіндей бастайды. Мына қазаныңыз қап-қара болып, күйе болып қалады, тура солай двигательдің ішінде сондай қарайып қалады, негізі ол октановый присадкадан. Бұл присадка емес. Соның айырмашылығын сіз айтып түсіндірсеңіз, жүргізушілер осыны алғысы келеді. Ал давай мен алып көрейін, үнемдеу көре алам ба, жоқ па. Сондықтан осыны айтып жүрсеңіз жан-жағыңызға, сол кезде біріншіден олар үнемдеу көреді, екіншіден бәріміз осыны пайдалана бастасақ, бізде мынандай көк түтін болмайды Алматыда, басқа қалада да, қай жерде болса да. Мына өнім арқылы біз экологияны сақтап қаламыз ұрпақтарымызға. Сондықтан көп пайдасы, тек қана пайда, ешқандай зияны жоқ. Бүкіл сертификаттар бар компанияда. Бәрін біз сіздерге бере аламыз. Негізі бұл жерде 12 жыл зерттеген Америкада, 12 жыл пайдаланып жатыр. Үлкен коммерциялық организация пайдаланады тек қана.
даже жай жүргізушілер Америкада олар әлі білмейді, олар оны пайдаланбай жүр. Ал енді біз арқылы, біз қазақтар арқылы, қазақтан қазір бірінші орынға шығып жатыр. Қазақтан қазір бүкіл әлем бойынша компанияда осы өнім арқылы, тағы да басқа өнім арқылы бірінші орынға шықты. Бізден жаңа көріп отырсыз, Франция кетті, Европа кетті, Американың өзі кетіп жатыр. Американецтер өзі білмей осы өнімді алып, пайдаланып, ой, мынау жақсы екен, үнемдеу жақсы екен, мына көк түтін шықпайды, иісі де шықпайды деп пайдаланып жатыр. Сондықтан достар, мына мүмкіндікті жіберіп қоймаңыз. Мына мүмкіндік қазір сізді өміріңізді өзгерту мүмкін. Негізі мына жерде ең көп ақша, көп ақша, 14 мың теңге салып, 700 мың теңгеге 10 күннің ішінде шыға аласыз. Ол қызық па? Ал енді осы сұрақ қызық болса, осы видеоны жіберген, немесе осы зумға шақырған адамдармен хабарласыңыз, бізде толықтай ақпарат бар. Қалай 10 күннің ішінде 14 мың теңгеге сатып алып, 700 мың, қалай сол бір айдың ішінде $1000, $2000, $3000, $10,000 да шығуға болады. Біздің жаңа серіктестер мына алдыңғы аптада, оның алдыңғы аптада $10,000, $20,000 және де $30,000 тапқан, бір аптаның ішінде $30,000 тапқан адамдар бар. Соларды да көре аласыз. Сондықтан, достар, осы біз неге қазақша жүргізіп жатырмыз? Мына қазақтарды көтерейік деп, қазір жағдай нашарланып бара жатыр. Көбісі жұмыста ақша төлемейді, бәрі қымбаттап жатыр, бірақ зарплата өспейді, бәрі стабильно, только зарплата дейді ғой. Сондықтан мына мүмкіндік сіздің өміріңізді 10 күннің ішінде, 1 айдың ішінде, 2 ай, 3 айдың ішінде жақсы өзгертіп жібере алады. Сондықтан, достар, осы видеоны толықтай ақпарат алғыңыз келсе, қалай осындай табысқа шығуға болады деп сұрақ қойып жатса, ол толық ақпарат бізде тағы да видеоларымыз бар. Сондықтан біз қазір тағы да мына компанияның иесілерімен, вице-президентпен, жаңағы бизнес тренермен қазір кездесеміз 15 минуттан кейін. Сондықтан осы ақпаратты бүгінгі тікелей эфиріміз қысқаша болып жатыр. Сондықтан осымен аяқталады, бірақ мынандай мүмкіндікті жіберіп қоймаңыздар. Сондықтан қош сау болыңыз, келесі кездескенше, и 15 минуттан кейін тағы да кездесеміз.